Сәлеметсің бе, балақай? Мен сені өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бұл каналда әр күні өзіңмен әліппе сабағының жаңа тақырыптарымен таныстырып отыратын боламын. Сабағымызды бастамас бұрын ойлан, тап, жаса жаттығуын жасайық. Ол үшін қазір экранда көрсетілген смайликтердің қандай көңіл күйді білдіріп тұрғанын табуға жетпіз. Бірінші смайлик бұл біздің көңіл күйіміз жақсы дегенді білдіреді. Екінші тұрған бұл көңіл күйіміз өте нашар дегенді білдіреді. Ал үшінші тұрған смайлик бұл менің көңіл күйім өте тамаша дегенді білдіреді. Жарайсың, балақай, сенің көңіл күйің өте тамаша деген үміттемін. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Сен қайда келдің? Мен мектепке келдім. Мектепке не үшін келдің? Мектепке білім алу үшін келдім. Сен енді кімсің? Мен енді оқушымын. Балақай, қойылған сұраққа әрқашан осылай толық жауап беру қажет. Біздер қазір қойылған сұраққа жауап беріп, бір-бірімізбен әңгімелестік, сөйлестік. Олай болатын болса, әліппе оқулығындағы бүгінгі алғашқы тақырыбымыз сөйлеу, сөйлем, мен оқушымын деп аталады. Біз бұл сабақтан сурет бойынша әңгіме құрауды үйренетін боламыз. Балақай, қазір сенің қолыңда әліппе оқулығы тұр. Барлық білімнің бастауы осы әліппе оқулығынан басталады. Оқулықтың алғашқы бетін ашатын болсақ, бұл жерден біздер табиғат аясындағы екі оқушыны және қолында оқулығы бар атаны көреміз. Бұл кім деген сұрақ туындайды, Бұл осы ең алғаш әліппе кітабын жазған ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы. Қане, мен саған, балақай, бұл жерде берілген мәтінді оқып берейін. Қымбатты оқушы, білім жолындағы алғашқы қадамың құтты болсын. Тұңғыш әліппені жазған ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, деп білім алуға шақырған. Қолыңдағы әліппе сені оқу мен жазуға үйретеді. Осы оқулықтан әріптерді танисың. Дыбыстардан сөз, сөздерден сөйлем, сөйлемдерден ойыңды білдіретін мәтін құрайсың. Алған білімің болашақта өзің үшін де, елің үшін де пайдалы екенін ұмытпа. Саған сәттілік тілейміз. Күз мезгілінің алғашқы күнімен қатар келетін 1 қыркүйек бұл білім күні. Қане, оқулығыңа назар аударшы, балақай. Суреттен кімдерді көріп тұрсың? Ұстаз сабақ түсіндіріп жатыр, және сабақты тыңдап отырған оқушыларды көруге болады. Мұғалімнің түсіндіріп жатырғаны тақтада бейнеленген. Бұл Қазақстан Республикасының рәміздері. Рәміздерге ту, әнұран және елтаңба жатады. Тудың түсі өзің көріп тұрғандай ашық көк түсті. Бұл аспанымыз ашық болсын дегенді білдіреді. Жарқыраған күннің, оның астында қалықтай ұшып жүрген қыранның бейнесін көруге болады. Бұл еліміз, Қазақстанымыз самғай берсін, биіктей берсін деген мағынада, күндей жарқырай түссін деген мағынаны білдіреді. Ал сол жақ шетінде қазақтың ұлттық ою-өрнегі бейнеленген. Келесі тұрған бұл мемлекеттік әнұран. Әнұран қазақ елін, жерін сүюге, отанды қорғай білуге тәрбиелейді. Үшінші тұрған бұл елтаңба. Елтаңбадан қос қанатты, тұлпарды, жұлдызды, күннің шапақтарын, шаңырақты және Қазақстан деген жазуды көре аламыз. Қазақстанның әрбір азаматы Қазақстанның осы рәміздерін құрметтеуге міндетті. Балақай, оқулықтың төменгі жағын қарайтын болсақ, суреттің астында QR коды бейнеленген. Оны телефонның көмегімен қарайтын болсақ, ол жерде мақал жасалған. Ол мақал мектеп, кеме, білім, теңіз деп аталынады. Қане, мақалды қайталап жаттап алайық.
Мектеп кеме, білім теңіз. Қане балақай, сұраққа жауап бере қойшы. Кеме дегеніміз не? Мектеп дегеніміз не? Теңіз дегеніміз не? Бұларды сен қалай түсінесің? Мектеп бұл білім алатын орын. Ал кеме бұл су көлігі. Білім дегеніміз бұл барлық нәрсенің бастауы. Теңіз бұл өте үлкен әрі терең су. Балақай, білім бұл да теңіз сияқты өте терең ұшы-қиыры жоқ. Бұл білімді біздер біліммен сусындау үшін бізге мектеп ауадай қажет екен. Мектепке келу арқылы біздер жазуды, сызуды, оқуды үйренеміз және сол арқылы білім аламыз. Сол себепті мектепті кемеге, білімді теңізге теңейді. Балақай, осымен біздің бүгінгі әліппе сабағындағы бірінші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.